Тікелей эфирде информбюро. Шіліңгір шілдеде Шымкентте қарақұрттан қауіп көп. Бүгінгі дейін улы өрмекші тұқымдас жәндік 23 адам шағып, таптабыстықта у жинаған олар көбіне түнде жортады екен. Ал күндіз адырда мал баққандар мен шөп шапқандарға қатерлі деп отыр мамандар. Дәрігерлердің сөзінше қарақұрт шаққандардың бәрі ер азаматтар. Төле би ауданындағы шаруашылық кооперативте күзетші болып істейтін Хуснидин Мақкамбаевты түн ортасында қарақұрт шаққан. Жәндіктің уы маза бермеген соң таңның атқанын әзер күткен ол араға 5 сағат салып ақ халаттылардың көмегіне жүгінеді. Түнгі сағат 4-те бірнәрсе балағам ішінде жүрді қуылдап. Орнынан тұрында қарасам бірнәрсе кетіп жатыр, қышып жатыр. Базып қымыз бөтірдім. Содан жаттым сөйден, азанға дейін. Осыдан соң науқас бірден жансақтау бөліміне түсіпті. Тынысы тарылып, денесі құрысқан азаматқа алғашқыда жергілікті ауруханада ем жасайды. Сосын Шымкенттегі арнайы орталыққа жатқызуға тура келген. Бүгін біз көксәйектен ауыстырылған науқасты, қарақұртпен шағылу жансақтау бөлімінен ауыстырылған науқасты бүгін қанағаттанарлық жағдайда үйіне шығардық. Жалпы бұл қарақұртпен шағылу ол сезонды жаңағы мерзімді болғандықтан біз бұл шағуды көктем айы мен күз айлары арасында тіркейміз. Мамандардың айтуынша биыл шілде шықпай жатып, қарақұрттан зардап шеккен науқастардың саны 23-ке жетіпті. Ал былтырғы жазғы маусымдағы жалпы көрсеткіш 31 болатын дейді. Соңғы 8 жылда өрмекші тұқымдас жәндіктің уынан көз жұмғандар болмады деп қуанады олар. Бұның бәрі дәрігерге дер кезінде көрінуіне байланысты дейді мамандар. Дегенмен еліміздің оңтүстік аумағында орналасқан жұртшылық үшін қыркүйектің соңына дейін қарақұрттан келетін қауіп көп деп отыр ақ халаттылар. Әсіресе таулы немесе шөлейтті аймақтардың тұрғындарына абай болған жөн дейді. Мақсат Жақсыбайлы, Роман Пірімқұлов, Информбюро, Шымкент.